шайқады. Мына энергия өте қатты болды. Оның үстіне бүгінгі күннің вспышкасы X түрінде болады деп жатыр. Ештеңе түсінбеймін дейді. Сіздің түсінбесеңіз де отырғаныңыздың өзі ол үлкен нәтиже. Алдағы уақытта түсініп кетесіздер. Наурыздан бері тыңдап жүрген адамдар қазір қабылдап түсініп жатыр. Сәуле бүгін қоймат эфир деп. Давление 160, 180-ге дейін көтерілетіндей сондай сезім болады. Жөтел қысып жатыр. Бас бірінші қабылдайтын құрал, ол алдында да айтылған. Бүгін таңғаларлық жаңалық фараон болды дейді. Мен қазір сіздерге ол туралы айтып берем. Таңғаларлық нәрсе өте көп болып жатыр. Сөзін шыны керек, информациялардың көбін жеткізіп, жазып, айтып үлгермей жатырмыз. Ғалам өте қатты, қарқынды жұмыс жасауда. Әзірге мынау өткенде де айттым ғой, боранды күні қар былайша айтқанда аршылып келе жатыр да, жол салынып келе жатыр. Қалған адамдар реттілікпен түсінетін болады. Айтылған ақпараттарды, жазылған мәліметтердің барлығын бір жылдың көлемінде тойдан кетіп қалдыңыз ба дейді. Солай болды. Бір жылдың көлемінде түсінеді деп жатыр. Мен дәрі ішпеймін, энергия деп қабылдап жүрмін дейді. Дұрыс. Женский жақта өзгерістер болып жатыр. Женский жақта өте қатты өзгеріс болып жатыр. Өткенде де айтылды. Қабылдайық, ол барлығымызда болуда абсолютно. Өзіміз айтамыз, біздің өзімізді таңғалып жүрміз. Сөзін шыны керек, бір толып кетеміз, бір апта арықтап кетеміз. Одан жаңа ай сайын келетін айлығымыз бар. Оның да циклы ауысып, сөздің шыны керек, айына 2 рет, 3 рет келіп, кейбір келіншектерге керісінше 3 айда бір келіп, сондай өзгерістер болуда. Қабылдаймыз. Тек қана өзгеріс ол сіздің ғана басыңызда емес, бүкіл өлшемде, бүкіл планетада, бүкіл галактикада болуда. Щитовидкада неге өзгеріс болып жатыр дейді. Енді оны көру керек. Менің өзім зоппын деп 3 жыл алысқан едім. Оказывается, зоп болмай шықты. 3 жыл бойы ішкен дәрімнің барлығы ол бекерге екен. Кейін көрсетті ол картинаны. Тәлімгерлер жаңа дәрінің күшін денеме сіңдірмей былай сыртқа қарай лақтырып жатқан екен. Просто осы жолға келу үшін, осыны түсінуім үшін тамағымнан, жүрегімнен қысып тұрған. Яғни горловая чакра және жүрек қуат көзінен кәдімгідей басып тұрған. 4-5 қуат көзінен. Қорқыныштан қалай құтылуға болады? Өз-өзіңізбен сөйлесуіңіз керек. Неден қорқасыз? Не үшін қорқасыз деген сияқты. Көп адамның жаңағы бойында қорқыныштың көп екен, жер сілкінген кезде көрдік, әлі күнге дейін қорқады. Жер сілкінісі бола ма деген сияқты сұрақтарды көп қояды. Неге алдын ала айтпады деп, алдын ала айтылған кезде ол одан сайын қорқатын еді. Не болса да қабылдау керек, жерде өзгеріс болып жатыр. Жер сілкінсе де ол бекер сілкінген жоқ қой, мысалы. Ешкім өлген жоқ. Алматының сапасыз үйлері біреуі қираған жоқ. Яғни оның барлығы сектант деген атаққаға іліндік дейді. Ондай болады әлі. Түсінбейтін адамдар солай деуі мүмкін. Ол қалыпты нәрсе. Ештеңе салғаласудың қажеті жоқ. Жай ғана қабылдаңыз. Өзіңіз өзгеріңіз, айналаңыз реттілікпен өзгереді өзі. Сонымен мен ақпараттарды бастайын. Жер сілкінгеннен кейін әлі өзіме келе алмай жатырмын дейді.
өткенде айтылды ғой, жер сілкінген кезде кәдімгі адамдарды сілкіп қалды да төбелерінде купола болып жабылып тұрған жаңа қап-қара нәрсені сыпырып түсірді тура. Комментарийді өшірдім, ақпараттарды шетінен айтамын. Түсіне алмай жатсаңыз, эфирді қайталап көрсеңіз болады, сақтап қоямын. Сонымен әр адам келетін біз үшін үлкен бір кітап. Ең алғаш өзім жаңағы нәзік әлемге барған кезде алдыңғы эфирлерде айтқан едім ол туралы. Қолыма ұзын қоңыр кітап ұстатқан. Ол кітаптың не екенін мен түсінбеп едім. Қазір сондай түсінік келіп жатыр. Бұл жаңағы әр адамның тағдыры, тарихы жинақталып жазылған кітап секілді. Мысалы, осы аптада келген адамдардың өмірін көріп отырасың ғой, хроники Акашин. Сол кезде кәдімгідей бір адамның өмірі ол бір кино сияқты. Үлкен бір кітап. Өзіміз де сабақ алып отырмыз, өзіміз де кәдімгідей есейіп, соның арқасында үлкен сабақ болуда. Мысалы, бір кісі келді, енесімен онша емес. Енем екеуміз бір үйде тұра алмадық, бөлек кеттік. Енді бір-біріміздің бетімізге өтірік күлеміз, бірақ энергетикалық тұрғыда тебісіп тұрамыз, плюс-минус сияқтымыз дейді. Меніңше ол кісі қара магиямен айналысады. Мен, наверное, соны қабылдай алмаймын. Ол маған қара магия жасайтын сияқты дейді жаңағы кісі. Сөйтіп қарасақ, өткен өмірде екеуі жаңағы соғыста солдат болады. Кәдімгі бір елдің бірге барған. Бірақ жаңағы қасындағы солдат бұдан мықтырақ болады. Бұның ішінде жаңағы көреалмаушылық, ол менен мықты деген нәрсе тұрады үнемі. Сөйтіп қып-қызыл соғыс болып жатқан кезде ту сыртынан дәлдеп тұрып оқ атады да, жаңағы бірге служит етіп жүрген солдат соғыста өліп қалады. Елдің барлығы оны кәдімгі қаңғыған оқ дейіп өлді деп есептейді. Алайда ол біз жерде ешкім білмей қалады деген нәрсе ол өтірік қой. Сөйтіп осы өмірде сол өліп қалған солдаттың рухы жан болып өмірге келіп, енесі болып келген екен. Сөйтіп бұл кісіге айтты, өзің істедің, енді қабылда. Бұл жерде кармалық жіп тұр. Ешқандай саған қара магия жасап жүрген жоқ ол кісі. Ол вообще өзімен өзі жүр. Араларыңда үзілмей тұрған жаңағы карманың энергиясы. Сол жерде түсініп келді бұл кісіге. Яғни түсініп уже өзінің қателігін қабылдаған кезде араларында бұрынғыдай тебісіп тұратын кармалық жіп болмайды. Одан кейін тағы бір келіншек осындай сұрақпен келді. Енем екеуміз бір дастархан басында отыра алмаймыз. Отырсақ та әйтеуір бірдеңе дұрыс емес. Сөйтіп қарасақ, бұл кісі өткен өмірінде жаңағы бір елде, Англия ма, сол жақта аборт жасаумен айналысқан. Аборт жасағанда кәдімгідей ақша беріледі екен. Бұл кісі құнығып кетеді. Енді ауырып әйелдер келмей ма? Ана баланы сақтап қалуға болады. Ана баланы аман алып қалуға болады. Ал бұл ақшаға құнығып кетеді, сақтап қалуға болатын баланы да алып тастай береді. Өте көп бала. Сөйтіп ол балаларды өзім топыраққа көмем, жерге көмем дейді екенде, қасында үлкен бір теңіз бар екен, сол теңізге балалардың денесін лақтыра береді. Өткен өмір деген ол қазір біз айтып отырған, біздің жердегі өлшемге сай, түсінігімізге сай айтылып тұрған нәрсе. Ал басқа өлшемде уақыт деген жоқ. Яғни параллель әлемде біздің істеген ісіміз әлі болып жатыр. Сол үшін кармалық жіп
мына кісінің белінде тұр. Өте көп бала жаның жай тапсын дейді ғой. Ал ана балалардың жаны жай таппай шуылдап тұр. Біз өмірге кәдімгідей келейін деп тұр едік. Бұл бізді алып тастады баланы. Сөйтіп суға лақтыра берді дейді. Сферасына кіріп, сканер жасасақ, бұл кісіні уже маткадан ұстап тұр екен. Кәдімгі екі жол тұрған өзінің контрактісінде. Или осознанностьқа келіп, ізденіп, осының түсініп, әрі қарай қабылдап, кешірім сұрап, жаңағы өткен өмірінде істеген ісіне. Сосын уже жаңа дәуірдің тәртібіне сай өзімді танып, елге көмек көрсетемін деген жолды таңдайсың. Немесе сенбеймін, осы өміріммен өмір сүре берем, бірақ сен соңында жаңағы маткаңнан қатерлі ісік болып, сонымен өлесің деген екі контракт тұрады. Қайта тәлімгерлеріне рахмет, Құдай сақтап, бұл кісіні уақытында алып келеді. Ана маткасын ұстасақ, кәдімгі тас болып қатып тұр. Неге десек, жаңағы нәрсе шығады. Шуылдаған балалар. Ал қазір қабылдай алмай отқан енесі маған күн бермейді, неше жыл болды дейді. Ал сол енесі кезінде тірідей аборт жасап суға лақтырып жіберген жанның біреуі. Жерге енесі болып келіп, бұған күн бермей отыр. Сол балалардың кәдімгі жанынан кешірім сұрап, өте ұзақ жұмыс, ұзақ процесс болды. Ақырында балалардың жаны жай тауып, жоғары ұшып кетті. Бұл кісі түсінік келді бұл кісіге. Қазіргі күні осы ізденіс жолына түсіп, кітаптарды аударып, халыққа теңіздің тамшысындай болса да үлесімді қосып, пайдамды тигізсем деген ниетте кәдімгідей өзгеріп, есейген адам болып кетті. Сосын тағы бір кісі келді. Ол ер адам болатын. Ағам мен анам менімен араласпай кетті дейді. Мені көргісі келмейді. Қарасақ, өткен өмірінде тастап кеткен екі баласы